Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Біз алғашқы ең қиын 3 сабақты бітірдік. Қалған сабақтар опаны тез біте салады. 4-ші сабақ. 4-ші сабаққа біз ұзақ тоқталмаймыз. Өйткені мен сіздерге 1-ші сабақта махражды үйретіп кеттім. Қысқаша қайталайық. Мысалға, ха деген әріп 4 түрі бар мысал. 4-еу қалай айырамыз деген сияқты. Мысалға, ха, ха. Қазақша х сияқты тамақтың тура мына ортасы қысылады. Байқасаңыздар, хат деген сөзді айтқан кезде тамақтың қысылып атқан байқаймыз. Х деген әріпті айтып жатқан кезде. Сол әріп. Х деген әріп, ол тамақтың ең басы бар ғой, сол жер қысылады. Байқасаңыздар, қаһарман десек, тамақтың ең басы қысылады. 3-шісі қаф, қазақша қ. Бұл жерде кәдімгі біздің қазақ деген сөздегі қ деген әріп, қымыз немесе деген сияқты әріп. Ең оңай әріптің бірі ғой. Ал 3-шісі, олда да ең оңайдың әріптің бірі деген әріп. Жай әшейін ауа ғой. Ол мұна екі тамақтың арасында қысылмайды еш. Жай әшейін ауа болып шығады. Осы әріп бұлай айтқанда. Жай әшейін ә деген әріпті қоса саламыз. Немесе и деген ә деген дыбысты, и деген дыбысты, у деген дыбысты қоса саламыз. Осы шаршаған кезде шығатын дыбыс қой. Енді келесісі с деген әріптің 3 түрі бар. Ол кәдімгі син, с деген кәдімгі с, сағат дегендегі с кәдімгі син, әс, әссәләму деген сияқты. Екіншісі соның сақаушасы, яғни тіл тілді тістеп тұрады. Фә деп. Әс, сақауша, әс, сақауша емес. Ал 3-шісі жуансы. Ауаны жинап ұрып тұрып айтамыз. Әс, ысылдатып тұр. Әс, са, әс деген сияқты. Әс, сақауша әс, кәдімгі с, әс, ұрып тұрып айтатын с, әс, осылай. Енді дәл әріпі, д әріпі екеу. Біреу жуан, біреу жіңішке. Ол жіңішкесі әд деп айта саламыз. Жай әшін әд деп айта саламыз. Екіншісі ауаны жинап ұрып тұрып айтамыз. Да, әд. Немесе қатты звукпен айтса да болады. Әд, амнан жіңішке звукпен. Әд деген сияқты. Ал 4-ші әріпіміз, ол кәдімгі з әріпі 3 түрі бар. Ол кәдімгі з, әз, сосын сақауша з. Яғни тілді тістеп тұрып айтамыз. Әз. Яғни зә ғой. Қаяқта ол. Міне, әз. 3-шісі сақауша, бірақ жуан. Және кәдімгі з. Ал қалған әріптер болса, қазақ алфавитіндегі әріптермен қатты ұқсас. Қалған әріптер қазақтар үшін, басқалар үшін де оңай деп ойлаймын.